Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауатташу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ұлттық тағамдар, мәтін. Ал ендеше балалар, мәтін дегеніміз не? Экранға назар аударайық. Дана, сен не жайлы ойланып жүрсің? Қазақ тілінен мәтін құрастыруға тапсырма берген. Сол туралы ойланып жүрмін. Оны құрастырмас бұрын сен мәтінге қатысты өткен ережелерді есіңе түсіріп ал. Жарайды, білетінімнің бәрін айтып шығайын. Мысалы, қ деген дыбыс, онымен ешқандай ойды жеткізе алмаймыз. Қыс десек, бұл сөз. Дыбысқа қарағанда мағынасы бар. Бірақ жеке сөзбен де айтқым келген ойды жеткізу қиын. Қыс келді десек, сөйлем болады. Ой аяқталған болса да, біз онымен байланысты көп нәрсе біле алмаймыз. Ал қыс келді, қар көп жауды, аязды күндер басталды, адамдар қалың киінді, жануарлар жылы орындарды паналады деген бірімен бірі байланысты бірнеше сөйлеммен ойымызды ауызша немесе жазбаша толық жеткізсек, ол мәтін болады. Жарайды, мәтін туралы түсінігің бар екен. Бейнефильмді тамашаладық, ал енді оқулықта 40-шы беттегі бірінші жаттығу мәтінді түсініп алдық. Уыз деген не? Сен білесің бе? Ол жаңа туған малдың сиыр, қой, ешкі, түйенің алғашқы сүті. Ол өзі қою, тәтті болады. Сиырдың уызынан уыз көже жасап, бүкіл көршілерді шақырады. Малдың төлдері уызға әбден тойуы керек. Уызына тоймаған төл жүдеу болады. Сондықтан да үлкендер мал төлін әбден емізіп, уызына тойдырады. Ал балалар, енді мына сұрақтарға жауап берейік. Мәтінде неше сөйлем бар? Ойланайық. Мәтін соңында қандай тыныс белгілері қойылады? Дұрыс, үтір, сұрақ белгісі, леп белгісі. Ал ендеше мына мәтінде қанша сөйлем бар екенін анықтайық. Дұрыс айтасыңдар, мәтінде 7 сөйлем бар. Олар не туралы? Дұрыс, олар уыз туралы. Ал уыз дегеніміз не екен? Уыз дегеніміз жаңа туған малдың, сиыр, қой, ешкі, түйенің алғашқы сүті уыз деп аталады екен. Жақсы. Ал енді осы сөйлемдерге ат қоюға бола ма? Болса ат қойып көр. Қандай ат қоюға болады? Мәтін уыз туралы болғандықтан мәтінге уыз деп ат қойсақ болады екен. Тамаша. Жақсы балалар, енді Мерей мен Әлидің не туралы әңгімелескенін тыңдайық. Мына сөйлемдердің бәріне ортақ бір ат қойдың. Сонда сөйлемдердің бәріне ат қоя беруге бола ма? Жоқ, Мерей. Кез келген сөйлемге ат қоюға болмайды. Сөйлемдер өзара мағынасы жағынан байланыса болса ғана оларға ат қойылады. Дұрыс. Ендеше балалар, мәтін бойынша бір-біріне сұрақ қойып көріңдер. Сұрағымызды қойып болса, енді келесі 3-ші жаттығу. Сурет бойынша әңгіме құрап айт. Әңгіме құрау үшін мен сендерге сұрақ қойайын. Қандай жыл мезгілі бейнеленген? Көктем жыл мезгілі. Бұл кім? Бұл Айдос. Ол не істеп жатыр? Ол қозыға сүт беріп жатыр. Қозының түрі қандай? Қозының түрі ақ, әдемі. Мәтінге қандай ат қоюға болады? Мәтін қозы туралы болғандықтан мәтінге қозы деп ат қоюға болады. Дұрыс. Ал енді келесі жаттығуымыз ол сөз жұмбақты шеш. 4-ші жаттығу. Сөз жұмбақтың шешуіндегі сөздерді ішемін, жеймін қатарына бөліп жаз дейді. Олай болса, сөз жұмбақты жылдам әрі тез орындайық. Сөз жұмбақ шешілді. Енді 2-ші жаттығу көркем жаз. Уыз жаңа туған малдың сүті. Ол қою, тәтті болады. Осымен сабақты қорытындылайық. Сөз нелерден құралады? Дыбыстардан. Сөйлем нелерден құралады?
сөздерден. Мәтін нелерден жасалады? Сөйлемдерден. Мәтіндегі сөйлемдердің мағынасы бір-бірімен байланыста болуы керек пе? Әрине, байланыста болуы керек. Мәтінге ат қоюға бола ма? Болады. Сау болыңдар балалар. Келесі кездескенше.